Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Педагогтың білімін бағалау тестіне дайындық арнасы педагогика бойынша, яғни методика оқыту әдістемесі бойынша 2024 жылғы тесті келіп жатқан жаңа сұрақтармен таныс боласыздар. Алдыңғы бөлімдерді менің арнамнан көріңіздер. Бірінші сұрақ: мадақтау әдісіне жатады? Дұрыс жауабы: мұғалімнің оқушыны мақтауы, алғыс жариялауы. Екінші сұрақ: бұл топтағы әдістердің сезімдерді, көңіл-күй эмоциясын қалыптастыруда маңызы зор. Дұрыс жауабы: жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Үшінші сұрақ: топтың қалыптасуы сипатталады? Дұрыс жауабы: тиімді басқару, яғни тиімді басқару топтың қалыптасуы арқылы сипатталады. Төртінші сұрақ: оқытудың нәтижелі өтуіне негіз болатын түп нұсқа. Дұрыс жауабы: мақсатты жүзеге асыру. Яғни оқытудың нәтижелі өтуіне негіз болатын түп нұсқа мақсатты жүзеге асыру. Бесінші сұрақ: оқыту үдерісі құрылымы және компоненттері. Дұрыс жауабы: оқыту әдістері, оқыту құралдары, оқыту нәтижелері. Алтыншы сұрақ: жеке адамның біліктілігі мен жан-жақты дамуын қалыптастыру үшін негіз болып табылатын білім берудің әрбір деңгейі бойынша білімдер жүйесі. Дұрыс жауабы: білім беру мазмұны. Жетінші сұрақ: мемлекеттік стандарттың бөлігі ретінде оқушының білім деңгейі мен білім мазмұны құрылымына талап қоятын жалпы орта білім берудің мемлекеттік мөлшерін білдіретін құжат. Дұрыс жауабы: негізгі оқу жоспары. Сегізінші сұрақ: педагогикалық үдеріске оқушылардың білімді меңгеруге бағытталған бірлескен ұйымдастырудың тәсілдер жүйесі. Дұрыс жауабы: оқыту әдістері. Тоғызыншы сұрақ: мектептерде педагогикалық іс-әрекеттер нәтижелерін есепке алу мен бағалау. Дұрыс жауабы: мектеп ішіндегі бақылауға енгізілген. Яғни мектептерде педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін есепке алу мен бағалау мектеп ішіндегі бақылауға енгізілген. Оныншы сұрақ: білім алушының оқу әрекеттерін өз бетінше ұйымдастыру негізінде құрылады. Дұрыс жауабы: жүйелі іс-әрекеттік тәсіл. Қайталаймыз. Яғни жүйелі іс-әрекеттік тәсіл білім алушының оқу әрекеттерін өз бетінше ұйымдастыру негізінде құрылады. Осымен екінші бөлім аяқталды. Егер де менің видео сабақтарым сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тестке кірген болсаңыздар, сіздерге қандай жаңа сұрақтар кездесті, сол сұрақтармен бөлісе отырыңыздар. Квал-тестке ұстаз арнасымен бірге дайындалыңыз. Дайындық материалдарын алу үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтсеңіз болады.